Сәлеметсіздер ме? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі. Есеп және аудит мамандығы. Менеджмент және маркетинг пәні. Пән оқытушысы Семжанова Гүлмира Махамбетқалиқызы. Сабақтың тақырыбы тайм менеджмент. Сабақтың мақсаты: білімділік. Білім алушылардың болашақ өмірден өз жолдарын дұрыс таба білу үшін алдына мақсат қойып, жоспар құра білуге үйрету, білімдерін жетілдіру, дамытушылық, уақытты басқару, сезіну түйсігін анықтау, студенттердің белсенділіктерін, танымдық қызығушылықтарын, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Тәрбиелілік. Белгілі бір жетістікке жету үшін талмай еңбектеніп, уақытты тиімді пайдалана білу керектігін түсіндіру, ой пікірлерін қалыптастыру. Ұлы адамдардың даналық сөздері арқылы ойлау қабілеттерін дамыту және адамгершілікке тәрбиелеу. Уақыт. Біз жалпы уақытты бағалаймыз ба? Уақытты бағаламасаң, уақыт сені бағаламайды. Біз жалпы уақытты сезінеміз бе? Уақыт ақшадан қымбат. Себебі еңбектенсең ақшаны табуға болады, ал уақытты қанша еңбектенсең де қайтара алмайсың. Қазақтың ұлы ақыны Абай: егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіпсің. Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмейсің. Абайдың 15-ші қара сөзі. Пайғамбарымыз ғалейхиссалам үмбетіне екі нәрсенің қадір білуге шақырды. Оның бірі денсаулық, екіншісі уақыт. Уақыт өмір, өмір қамшының сабы. Құран хадистерінде. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің бір жақ шеті бітпей қалған бұрышына дүние уақыт, оны өзіңе бағындыра біл деп жазылған екен. Уақыт бұл жекелеген көріністердің сызықтық нұсқасы. Объективті заңдылық қайтпайтын уақыт. Барлық адамдардың 60% осылай сезінеді. Уақыт шексіз бөлінетін және түрлі бағыттағы құбылыс. Икемділік, уақыт дос. Адам өз уақытының қожайыны. Барлық адамдардың 35% осылай сезінеді. Уақыт тұрақты өлшем, кеңістік және айнала. Уақыт объективті адам түсінетін, адам уақыт арқылы данышпан болады. Барлық адамдардың 5% осылай сезінеді. Уақытты сезіну, уақытты ойлау, уақыт тұжырымдамасын салыстырып көрейік. Уақытты сезіну. Психофизикалық уақытты біз жан тәнімізбен сезінетін уақыт болып саналады. Оларға байланысты адам физиологиясына, жүрек қағымын сезіну. Екінші, адамның іскерлік қабілетіне. Үшінші, адамның көңіл күйіне. Төртінші, адамды ынталандыру деңгейіне. Бұл уақыт тұр адамның жұмыс қабілеттілігін өлшеуде өте маңызды. Уақытты ойлау. Оперативті психологиялық уақыт бұл адамның белгілі бір іспен шұғылдану барысындағы уақыты. Бұл уақытты сезіну емес, саналы және нақты түрде уақытты басқару қабілеті. Қорықсаңыз немесе мотив болса,
тез жұмыс істейсіз, әйтпесе жалқау боласыз. Уақыт тұжырымдамасы. Жеке тұлғалық уақыт түсінігі және уақыт туралы жеке философиясы қалыптасқан ой пікірі. Оларға әдет, принцип, тұжырым жатады. Ал енді осының барлығын ойлана келе, бәріне жалпы үлгеруге бола ма? Деген сұраққа жауап беріп көрейік. Ол сұраққа тайм менеджмент деген ғылым жауап береді. Тайм ағылшын сөзі уақыт деген мағынаны білдіреді. Ал менеджмент басқару мағынасын білдіреді. Уақытты басқару, тренинг. Яғни тайм менеджмент дегеніміз уақытты басқара білу деген ұғымды білдіреді екен. Тайм менеджмент дегеніміз уақытты басқарудың тәсілдері мен принциптері. Яғни адам бір уақытта бірнеше істі атқара ала ма? Оған уақытын жеткізе ала ма? Ол сұраққа жауап беру үшін біз өзімнің өмірімнің шеңбері деген сұраққа жауап беріп көрейік. Ол үшін ойлана отырып мынаны назарларыңызға алуды ұсынамын. Нұсқау. Өз уақытыңды қалай өткізетініңді еске түсір. Оқуға, үй жұмысын орындауға, достармен араласуға, ұялы телефонмен сөйлесуге, жалғыздық, тағы сол сияқты жазғандарыңды келесі топ бойынша бөліңдер. Жасағаныңды ұмытпайтын, бірақ міндетті әрекеттер. Өзіңіз ұнатып жасайтын әрекеттер, уақыт өлтіру үшін жасайтын әрекеттер, ұйқы, басқа тағы нақты не үшін. 2 шеңбер салып, оны 24 сағаттық сандық болады деп есептеу. Оны біреуіне бір күндік уақытыңызды секторға бөліп көрсету. Яғни өзіңіздің күнделікті 24 сағатта не істейтініңізді сол 24 сағаттың бөлігіне бөлу. Ал екінші шеңберді өз қалауы бойынша секторға бөлу. Суретке қарап, өзіңізге келесі сұрақты қойыңыз. Өзімнің өткен әр күніме ризамын ба? Осы шеңбердегі қандай шектеуді өзгерте аламын? Өмірімді нені өзгерткен оңай және қиын? Өзіме ұнау үшін не жетіспейді? Неліктен біз өзгерісті күтіп, оған талпынамыз? Жалпы жеке тұлғалық уақытты басқарудың 3 ережесі бар. Бірінші ереже. Өзіңізге ыңғайлы және өзіңізге сай уақытты басқару жүйесін қалыптастырыңыз. Бұл жерде міндетті түрде әдебиеттерде ұсынылған әдістер мен тәсілдерді саралап, өзіңізге ыңғайлысын таңдағаныңыз жөн. Екінші ереже. Сол жүйені жүзеге асыруға бағытталыңыз. Өзіңізге қажетті тайм менеджмент жүйесін қалыптастырғаннан кейін бәрі бітті демей, белгілі бір мерзім ішінде жүйені сынаудан өткізіңіз. Қате болса, қайта жөндеп, қайта сынаңыз. Егер сынау мерзімі ішінде ешқандай қателіктер немесе ауытқулар байқалмаса, бұл тайм менеджмент жүйесі сіздікі екендігіңізге кәміл сенімді болыңыз. Үшінші ереже. Барлық жұмыстарды жазбаша тіркеп алыңыз. Уақытты үнемдеу үшін жұмсалған барлық атқарылған жұмысты тіркеу арқылы сіз не істегеніңізді және не істеу керек екеніңізді ұмытпай жүре аласыз. Бұл үшін арнайы күнделік арнасаңыз тіптен жақсы. Жеке тайм менеджментімізді жасау үшін бірінші біз өзіміздің күнделікті іс-әрекет түрлерімізді жазып алайық. Мысалы, колледжде білім алу, жоспарлау, кітап оқу, интернет, сыртқы бет-бейнемізді қалыпқа келтіру, тамақ ішу, ойлану деп түрлі іс-әрекеттеріміз жазып алайық. Және осы 24 сағаттың 8 сағатын ұйқы деп алатын болсақ, қалған
уақытымызда осы әрекеттерімізді жіберілген уақытты жазып шығайық. Мысалы, колледжде жүретін болатын уақытымыз 6 сағат деп алатын болсақ, ары қарай кете береді. Енді осыларды уақытты пайыздық мөлшерге бөлетін болсақ, біздің күнделікті өзіміздің жеке тайм менеджментіміз шығады екен. Әр адам өстіп өзінің жеке менеджментін жасаса болады. Енді уақыттың негізгі заңдылықтары. Уақытты меңгеру үшін не қажет бізге? Бірінші, уақытты саналы сезініп өмір сүріңіз. Маңызды жұмыстар үшін уақыт табыңыз. Еңбек ету үшін уақыт табыңыз, бұл табыс кепілі. Ойлану үшін уақыт табыңыз, бұл күш-жігер бастауы. Ойын үшін уақыт табыңыз, бұл жастық құпиясы. Оқу үшін уақыт табыңыз, бұл білім негізі. Достық үшін уақыт табыңыз, бұл бақыттың шарты. Армандау үшін уақыт табыңыз, бұл жұлдыздарға барар жол. Махаббат үшін уақыт табыңыз, бұл өмірдің шынайы қуанышы. Көңіл көтеру үшін уақыт табыңыз, бұл жанның әуені. Осы заңдылықтардың барлығы адамның бойында табылған кезде адам уақытты шын меңгере алады екен. Уақытты басқарудың заңдылықтарымен бірге мына мақал-мәтелдерді қаперіңізде сақтап жүрсеңіз болады. Жалқаулыққа берілу, өз өміріңді өз еркіңмен жұтату. Өмір сүру құр бос уақыт өткізу емес, мезгілді жария етіп мәңгілікке жету. Уақыт жыртқыш аң, арыстан сияқты. Егер арыстанды жуасытсаң, ол досыңа айналады. Уақыт алмас қылыш, сен оны кеспесең, ол сені кеседі. Ағылшынның ұлы шахматисті Уильям Уорд: оқыңдар, басқалар әзірге ұйықтап жатқанда, жұмыс істеңдер, басқалар әзірге жұмыссыз бос жүргенде, дайындалыңдар, басқалар әзірге ойнап жатқанда, және армандаңдар, басқалар әзірге қалап жүргенде деген екен. Үйге тапсырма: құмыра ғұмыр. Бір құмыраны аламыз, оған үлкен тас, ұсақ тас және құм мен су. Осы төртеуін дайындап аламыз да, құмыраны алып бірінші үлкен тастарды саламыз. Үлкен тас қай жерге дейін сияды екен. Одан кейін ұсақ тастарды саламыз. Ол қай жерге дейін толады екен. Одан кейін оның үстіне құм саламыз. Құм толғаннан кейін оның үстіне су құямыз. Енді қарап ойлансаңыз болады. Үлкен тас, ол сенің адамгершілігің, иманың, құлшылығың. Ұсақ тастар жинаған ілім, білімің, кәсібің. Құм мен су тұрмыстағы күнделікті қажеттіліктер. Назарларыңызға рахмет.